Bir iki. Septi mi? Жоқ, қазір түсірмей қойдысы, кішігіз дайындалайық. Ассалаумағалейкум, достар. Дорогие мои подписчики, деймін. Заебали подписчики. Подписчики. Осылай, көптен күткен біздің армандап жүрген, өзімнің армандап жүрген гаражымызды салдық. Жаз бойы салдық, қаншама еңбек, қаншама нерв кетті, қаншама стресс болды. Осы енді ішін до конца бітпей, біз жұмысты бастап кетуіміз керек болды. Өйткені клиенттер басқа естуға кіргісі келмеді. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Сол үшін біз жұмысымызды бастап кеттік. Бұлай шағын көрсетіп жіберетін болсақ, мына жерлердің бәрі черновой, әлі төбе жабылады, освещениялар болады, полдың бәрі лактаналады, боялады. Мына жақта камераны басады, камераның іші полный кафельмен, вытяжкасы, светі бәрі болады, оның бәрін істейін деп жатыр. Енді ішін көрсете береміз. Мына жақта душ, туалет, гардероб, дальше. Үстінде спальный болады, демалатын орын болады. Пока что бардак. Соның өзінде де алып осы решение келіп түсіріп жүрейін дегем. Так, машиналар бойынша айтатын болсақ, жұмыс жағынан көрсетедік. Міне, біз аударылған Нива болды. Бұл аударылған Ниваны полный боядық. Өзіме личный мобилограф алып алғам ғой. Мына боялды, енді полный полировка жасайын деп жатыр. Жақындап түсіре берсең болады. Мына боялған түрі, мына просто шам болып жатыр. Мына жақта тағы да бір машиналар 4К. 4К'ның тоже бояуға уже дайын тұр. Арты бәрі кесіліп. Бұл да бояуға дайын тұр. Келесі машина бізде Хайландер 23 па 22 жылғы. Бұның мына жағы есік жағын істеу керек болады. Робот бүкіл бізге кузовойға қатысты инструменттердің бәрі бар. Вертолет, соның бәрі бар. Мына есігін істеуге. Мына жақта қарасақ G-Tour алдын жағынан соққы қойған да жағынан. Онда тоже мордасын істеп жатыр. Біз көбінесе видео до түсіреміз фото, сосын после түсіруге ұмытып кетеміз машиналарды. Либо после түсіреміз до түсіруге ұмытып кетеміз машиналарды. Мынандай стапеліміз бар. Стапель дегенде көбісі стапель түсінбейді, робот деп ойлайды да бізде. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Я хочу пиццы. Сол робот стапель екеуі бір мағына ғой. Мына жерде Чанган CS55-іміз тұр, тоже. Екі лонжерон кеткен, алдынан удар болған. Ол да жөндеуге келіп тұр. Осындай ішкі жұмыстар бар енді. Қалай айтсам. Жұмыс істеуге болады, істеп жатыр. Бәрі жақсы, качественно, бәрі мастерға байланысты ғой енді. Дальнейшем енді ойлап отырмын, бір 2-3 айда ішін чистовой полный бітіп қаламыз. Сонымен дальше жалғастыра береміз. Бізде жаңағы заттардың бәрін істеп, бәрін дайындап жатырық қой енді. Любой машина кіруге болады бізге. Эвакуатор болсын, эвакуатордың үстінде машина болсын, КамАЗ болсын, фура болсын, миксер болсын, біздің воротаның биіктігі 4 метр. Любой 4-4, любой үлкен техника кіре алады негізінде. Любой сложность, любой машина сол үшін арнап істегенбіз. Потолоктың биіктігі 4-3. Эвакуатор оның үстіне тағы бір машина қойып кірсеңдер де болады. Сондай нелер, нюанстары, плюстары бар енді. Енді бас десе любой жерде істейсің ғой, любой нәрсені ойлан. Давай. Мәке, сіз қатты кетіп барасың, мәке, жотам. Остановись, бэби. Сол ойлап отырмын да, астында трико жаман, істеме костюм шалбар киіп алу керек. Так, достар, енді Құдай сақтасын. Не болса да жұмыс, машина жағынан жұмыс керек болса, бөлінген машиналар, қат соғылған машиналар істей береміз. Кесіп бір-біріне жалғау керек болса, жалғай береміз. Біздің мастерлардың опыт работы, стаждары 15 жылдан астам. Любой жұмыс істей береміз, хабарласыңыздар. Жұмысқа да аламыз, жақсы мастерлар болса, малярлар болса, минимум 15 жыл стажы болу керек. Сол үшін хабарласа беріңіздер. Дальнейшем көріскенше.